Әдебиеттік оқу 80-81 бет. Бүгінгі біздің тақырып күзгі уақыт. Күз Міржақып Дулатов. Бірінші, түсініп оқы. Мақал-мәтелдерге сүйеніп, күз мезгілінің басты белгілерін ата. Бірінші, нөсер алдында найзағай ойнайды. Екінші, жемісі көп ағаштың бұтағы төмен. Үшінші, көктемде түскен бір дән, күзде 1000 дән болады. Ойларымен бөлісіңдер. Балалар, сіздердің назарларыңызға күз Міржақып Дулатовтың әңгімесімен таныстырғым келеді. Мұқият тыңдаймыз. Күз. Міне күз келді. Анда-санда таңертең салқын болып қояды. Аспанда бұлттар қаптап, сіркіреп жаңбырды жауып тұр. Маса, шыбын, құрт, құмырсқа жоқ болып кетті. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Қарлығаштар көптен көрінбеді. Аспанда тырналар да тізіліп ұшып барады. Ағаштардың жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап қалған. Егіншілер астығын жинап алыпты. Балалар, автор қай мезгілді сипаттаған? Бұл мезгілдің өзіндік қандай ерекшелігі бар екен? Ауызша мазмұндап бер. Бұл мәтіннің авторы Міржақып Дулатов, ақын, жазушы. Қостанай облысы Жангелді ауылында дүниеге келген, оян қазақ деп ұрандап, халықты оқу білімге шақырған ағартушы. Балалар, мәтінге сүйеніп, сызбаны толтыр. Күз мезгіл туралы әңгімеле. Бірінші, күз. Күзгі жаңбыр, жәндіктер, құстар, ағаш, күзгі еңбек туралы дәптерлеріне толтырып сызбаны жазуларына болады. Келесі сабаққа тапсырма күз тақырыбына өлең құрастырып келіңдер.